немғұрлы ертеректеу дәрігерге осы клиникалымызды айтып шағымданып көрінетіндей болсақ, онда ерте баста емделе бастады. Вирусның инфицирующий дозасы неғұрым көп болса, соғырым ол адам ауыр жағдайда түседі. Вирустың өз түскен саны көп, онымен қоса біздің организмімізде ол көбейе бастайды да, жаңағы альвеолаға жететін жолдары жеңіл болады. Егер көп адамдар түссе, дәрігерлердің күші жетпей қалады. Аппараттарда ИВЛ да жетпей қалады. Бүкіл адам сол көмекті алуға үлгере алмай қалады. Мысалы, мен мына жерде сөйлеп отырып, ауырған адам болып десем, міне мен қолыма жабыстырдым, сотовый телефоныма жабыстырдым, мына креслоға. Басқа адам келеді, ол оны білмейді, келіп мына креслоға болады. Не болса менің сотовыйымды берем сөйлеуге, не болса қолыммен амандасам. Міне, көрдіңіз бе? Жұғатын жолдары өте көп, сондықтан қауіпті. Тек тыныш жолы емес, мынау жан жағымыздағы қоршаған нәрселердің бәріне біз жаңағы вирусты шашып жүреміз көп мөлшерде. 85% ауру өз семьясында жұғады. Қытайдың дәрігерлері айтып жатыр, біз балаларда жеңіл түрде өтетін шығар деп, осы мәселеге көз қоймадық. Бірақ жаңағы балалар сау тасымалдаушы болып, өзінің үйіндегі үлкен адамдарға зиян келтірді. Соларға жұқтырып деп. Бізге 2 бала түсті, 2-де пневмониясымен түсті. Бірақ аман есен емделіп жатыр. Америкада осы коронавирустан жаңа туған бала шетінеп кетті, өйткені ауыр дәрежеде өтті. Сондықтан балаларда жеңіл желпі өтеді деп ойламаңыздар. Қасыңыздағы адамнан 2 метр алшақтаңыз. Үйде отыру керек, қайда шықпай. Қатаң дисциплина біріншіден, екіншіден тазалық. Осы 2-ақ шарт бар.